Жалпы ЛГБТ, феминист деген екеуі ұқсас ұғым ба, не бұл? Қазір енді бұл да бір саясат негізі, сұрақта дұрыс қойылды. Қазір ЛГБТ тұмсығын сұғалмаған жерлерге феминизмнің шапанын жауып кіріп жатыр. Ол Түркияда да мәселе Стамбул келісімі деген келісімге үлкен бір қарсылық туындаған еді. Сол кезде негізінен олар жерде сөйлемдердің барлығы сол әйел құқығы, әйелге қарсы зорлық, зомбылық деген мәселелердің барлығына қатарынан ЛГБТ-ны тықпалаған. Яғни тура бізге де сол келіп жатыр. Яғни мұсылман мемлекеттеріне сол нәрсе қатты сіңдіріліп жатыр. Бұлар қазір жалаң келе алмайды. Жалаң былайша айтқан кезде туын желбірете алмайды. Сондықтан бұлар қазір әйел құқығы деген нәрселермен кіріп жатыр. Феминизм дегеннің қасында әйел құқығы мен ЛГБТ құқығы ажырамас бір бөлік деген нәрсеге ұран жатыр. Бұл ұранды жақсы білуіміз керек. Кешегі мәселен Алматыдағы жағдайда 8 наурызда әйелдер шықты дейді, бірақ арасында қараңыз, арасында жүргеннің бәрі феминистер, оның артын қарасаңыз жаңағылардың туын желбіреген ЛГБТ тұр. Таза көгілдірлер солай шықты ғой. Әйел құқығы деп шықты. Қазір енді ашық ЛГБТ-ны насихаттайды. Яғни не деген сөз, тұмсық сұқты өйткені. Сонымен тұмсық сұқты. Яғни көшеге бұрын шыға алмайтын еді бұлар. Бұлар жаңағы феминизм деген нәрсемен, әйел құқығы, зорлық зомбылыққа қарсы деген нәрсемен келді, артында солар тұр, біліңіздер. Бұл екеуі мәселен бір нәрсе десе болады. Сондықтан бұл біліңіздер, енді бұлар екінші мәселе қозғап жатыр. Бұған енді қазір біз қарсы сөз айтып жатырмыз ғой. Бізді ертең бұлар айыптайды. Біз гомофоб боламыз, мәселен, немесе жаңағы бифоб боламыз, немесе трансфоб боламыз, яғни бұларға қарсы сондай бір исламофоб деген нәрсені шығарды ғой, қалыптастырды ғой, жоқ нәрсені былайша айтқан кезде қалыптастырды қолдан. Енді бұлар сондай ұғым қалыптастырып жатыр. Керісінше бізге қарсы айыптаулар жүреді ертең күні. Енді қараңыз, тағы бір жаңа термин шығып жатыр. Бұл ислам гомофоб деген нәрсе шығып жатыр. Ислами гомофоб деген нәрсе келіп жатыр. Яғни бұл енді сіздерге де қарсы бұл айыптау басталды негізі. Жаңағы ислам гомофобы деген нәрсе. Байқасаңыз, осы феминита қозғалысының құқық қорғаушысы Татьяна Чернобиль тура азаттыққа тағы бірнеше өздерінің нелерінде бұқаралық ақпарат құралдарында айтты. Былай деді. Ол жаңағы мейрамханаға қарсы наразылыққа шыққандардың ішінде 20 шақты адам келді. Оның ішінде ислам дінін ұстанушылар, полициялар, сосын басқа адамдар. Қараңыз, екпінді қайда тастады? Ислам дінін ұстанушылар деді. Не деген сөз? Бұл негізі ислам гомофоб деген нәрсе бар. Енді міне біздің Қазақстанға сіздер бастадыңыздар. Бұл терминді сіздер алдыңыздар алғаш. Бұл термин қазір қолданысқа енгізілу процесінде бүкіл әлемдік деңгейде. Сондықтан бұл нәрсенің барлығы ойламаңыздар. Мәселен, феминизм ол бір бөлек, ЛГБТ бір бөлек деген нәрсе. Ол әйелдің құқығы қорғау деген нәрсе, ол әйел мен әйелдің махаббатына қарсы болмау деген деп түсінуі мүмкін. Олар олай деп түсінбеуіміз керек. Әйел мен егерді құқығын қорғайтын болса, неге деймін да, бүкіл жарнама құралына айналды әйел. Яғни өзінің тәнін жалаңаштап, қазір кез келген көшенің жарнамасына қарасаңыз, жалаңаш еркекті көрмейсіз, жалаңаш әйелді көресіз. Суды тек қана әйелдер ішетін құсап әйелдер. Тек қана жаңағыдай алма мойын ақтамағын көрсетіп тұрып ішетін тек қана әйел. Болмаса бүкіл рекламаның құралына айналды. Феминизм болсаң, яғни әйел құқығына жаның ашса, неге соны қорғамайсың? Сен жарнаманың құралына айналдың. Соны неге қорғамайсың? Сен күллі өзіңнің қымбат деген тәніңді бір пропаганданың құралына беріп қойдың, соған неге қарсы шықпайсың? Жоқ, демек, бұлардың мақсаты басқа. Бұлардың мақсаты таза нәсілді бұзу. Жаңағындай айтқандай мәселен, мынау ер адамның мәселен эрогенді зоналар деген болады, нүктелері болады. Жалаңаш қатындарды көре бергеннен кейін ертең күні қызықсыз болып қалады. Өз әйеліне де қызық болады, барлығы өледі. Яғни не? Бұл жерде таза жаңағындай нәрседе. Ол әйел қызық болмайды, ол ұрпақ тоқтайды, оған деген жаңағындай қызығушылық болғаннан кейін ол қызықты басқа жерден, әйелден емес, басқа нәрседен іздейді. Ол үшін және еркектен іздеу мүмкін, әйелден іздеу мүмкін. Осы жақында мәселен бір қай шетелде мәселен бір айғырмен үйленген, барып шіркеуге барғанда некемді қи дегенде бұл қимаймыз деген. Заңдық тұр, сотқа берген. Ертең күні мен сенімдімін, бұл соттан жеңіп шығады. Шіркеуде жеңіп шығады былайша айтқанда. Заңда тұр ол. Ол ойнамай қалады. Жылқы былай тұрсын, итпен де некелесіп жатқандар бар, өліктермен некелесіліп жатқандар бар. Қарапайым үйдегі зат. Олардың барлығы мәселен ауытқушылық негізі психикалық. Соны түсінбей жатыр. Енді қорыта айтатын болсақ, яғни
түсінгеніміз бойынша ЛГБТ менен мынау феминистердің арасында ешқандай айырмашылық жоқ. ЛГБТ деп қоғамға кіре алмаған жерге бірінші осылай феминист болып кіріп, содан кейін барып өздерінің осы ЛГБТ қозғалысын жариялайды ғой, яғни. Сол саясат, басқа ештеңе жоқ. Алла разы болсын. Тұмсық сұғуға бұл бір құрал. Феминизм деген ұран.